Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін гүл мантысын дайындайтын боламын. Бұл гүл мантының ерекшелігі, мен салмасына ет емес, жұмыртқа саламын. Мен ыдысқа су құямын. Содан кейін бір жұмыртқа саламын. Екі шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамын. Араластырып болдым, енді аз-аздан ұн саламын. Ұнды сала отырып, қамыр илеймін. Қамырымды илеп болдым. Бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямын. Қамырым демалып болды. Қамырды екі бөлікке бөлемін. Тағы да 10 минутқа тындырып қоямын. Қамырым демалғанша енді салмасын дайындауға кірісемін. Салма дайындау үшін 3 пияз, 3 картошка, 6 жұмыртқа қажет. Пиязды майдалап, ұсақтап тураймыз. Картошканы да дәл солай майдалап тураймыз. От жағып, оған жарты стакан сұйық май құйып, енді майдың қызғанын күтеміз. Майымыз қызды, енді пиязымыз бен картошкамызды үстіне саламыз. Жақсылап қуырамыз. Ал енді жұмыртқа саламыз. Осылай жайлап бір-бірден саламыз. Үстіне 1 чай қасық тұз. Талғамдарыңызға қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш салсаңыздар болады. Салмамыз осындай сап-сары, әдемі болып дайындалды. Сковородкамыздың астын өшіріп, 5-10 минутқа суығанша күте тұрамыз. Қамырым демалып болды. Енді қамырымды жұқалап, бір тегіс қып жаямын. Қамырым теп-тегіс болып жайылды. Енді барлығын домалақ қып кесіп шығамын. Барлығын осылай кесіп болдым. Өзіме ыңғайлап 3-3-тен бөліп алдым. Енді 3 дөңгелекті бір-біріне біріктіремін. Біріктіріп болғаннан кейін дайын салмамды саламын. Дәл осылай салып шығасыздар. Желек осылай біріктіремін. Бір шетінен бастап орап келемін. Сол кезде осындай гүл формасындағы мантымыз дайын болады. Барлығын орналастырып болдым. Енді 45 минутқа буда пісіремін.
Мінекей менің гүл мантым дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер.